Түнде ұйықтамадым, күндіз отырмадым. Қара терімді төктім, қызыл қанымды жүгірттім. Бұл Күлтегін жазбасында жазылған сөздер. Армағайын, міне қазақты біз қазір әлемге таныстырып жатырмыз. Ол үшін үлкен өнер керек. Мүсін өнері әсіресе сурет өнері секілді әлемдік сөзсіз дыбыссыз халықтың жүрегіне жететін өнердің төресі. Сол өнердің төресін бүгін мен шақырып отырмын. Берік Жүнісбек. Ұлттық код рухани дүниемізді қалай паш ете алады? Біз әңгімемізді осыдан бастасақ. Беге. Енді ұлттық код дегенде әр халықтың ерекшелігі ғой. Ол жаңа сіз айтқандай сөзсіз, дыбыссыз беретін. Енді мынау мүсін өзі келуді маған қызық болды. Мен бітірген мамандығым аниматор еді. Аниматор, екінші білім режиссер. 90 жылдарда қиын заманда өзі сондай сәті болып, басы ағашпен бұрында анда-санда бір қасық, бірдеме домбыра сонда істеуші едік. Бірақ мынау ерекшелігі болған, егемен алғаннан кейін сондай енді ойлаймын, ол менің тек қана жеке адамның несі емес, арқам емес, ол баяғы бабаларымыздан келе жатқан деп ойладым. Сол өзімен өзі кеттік. Мына Микеланджело айтады ғой, мені көбісі сұрайды, мынау қалай келді, мүсін деген қалай. Микеланджелода бір жақсы сөз бар ғой, мен артық нәрселерді алам деген. Сол ұлттық код біздің өзіміздің адамның, біз көшпенді адамдар болған, баяғы заман сақ дәуірінен келгенде біз жеке тек қана өз басымыз емес, жалпы ұлттың ойын, терең ойдарды осындай қолымыздан келетін нәрсені жасаймыз. Содан туып деп ойлаймын. Ұлттық код деген енді ерекшелігіміз ғой. Бергенді Ақселеу Сейдімбек ағамыз, біз көрші тұрдық, жақсы таныдық. Сол айтып еді, күй кітабын жазуға, әсіресе Сарыарқа, Несіпбек Айтыптың сөзінде жазылған Сарыарқа әнін жазуға мынандай бір Беріктің мүсіндері себеп болды деп қараңызшы. Сарыарқа төрінде шауып келе жатқан аттар, арқа жері, бейбіт дала, таулар мен дала хикаясы деп. Осыған қалай келесіз? Сондай мысалға Ақселеудей, Қойшығара Салғариндей, Әбіш Кекілбаевтар осы сіздің өнеріңізге өте үлкен жоғары баға берді. Қалай соған әсер етеді? Түнде жасайсыз ба, күндіз жасайсыз ба? Осыған енді мынаның бәрін бәкімен ою, қазір енді бұның бәрі технологиямен жасай береді ғой Қытайда. Ал сіз қолмен ергенде осы әрбір суретте адамның күші, рухы жатады ғой. Ол бағасы басқа. Компьютермен жасап, жасанды интеллекттің оя салу бір бөлекте, адамның өзі рухын беріп, жігерін беріп, энергиясын жұмсаған сурет, ол басқаша әсер етпек. Енді оригинал дейді ғой. Иә, жаңа сіз айтып жеткен кісілермен мен өмірінде талай енді ол кісілермен араластым. Ақселеу ағадан бастап, Абдуали Хайдаров деген ол кісімен біраз жұмыс істедік. Мысалы, мынау әр мүсін аттары бар. Мынаны Абдуали Хайдаров. Қолыңызға ұстап, Абдуали Хайдаров талай енді кісілер қолға ұстайды. Енді мен көбінесе мынау жеке өзім 30 жыл бұрын көрдім ғой деймін осыны. Мынаны кезінде сол 90 жылдарда Америкада, Нью-Йоркта, сосын Ланкастер деген қалада салоны бар адам біраз жұмыстарымды алып кеткен, выставканы жасаған. Қанша бағаға сатып алам деді бұны? Бұл сол кездегі 4000 қалтадағы бүкіл ақшасы $4700 алам деген. Енді Алматыдағы сол кездегі 4 бөлмелі пәтердің. Иә. Сонда мен сонда ғана түсіндім, мынаның бағасы бар екен. Оған дейін сатып жүрдік қой. Жаңа Абдуали Хайдаров айтып өткен сол кісі мынаған дода деп қойды. Енді біз ерекше код дегеніміз бір сөзбен дода деген қанша мағына тұрады. Сол сияқты мынау Ақселеу ағаның 6 томдық кітапқа қатыстым. Мен енді білесіз ғой, компьютерный графикамен айналысам. Сол кісілер енді әсер еткен шығар. Ол мысалы бір үйір жылқының несі бар, айғыры бар, құнаны бар, жабағысы бар, құлындарды ортаға салып неткен. Сол енді өзіміз Сарыарқада туғаннан кейін табиғаттың несі әсері ме,
біз білмейміз, өзімен өзі солай шығып келеді. Енді мынау бет келгенде бізде мына қорғалжын бар, нұра бойы бар, киік бар, сосын қоқиғаз бар. Сол сияқты мынаның атын Болат Ұзақов деген қойды. Мынаның аты Құралай. Белгілі режиссер. Иә, сол Құралай. Егіз туған несі балалары бар. Сосын Бозторғай дейді ғой, атын қойдың үстінде неткен. Бәрі әсер ғой. Бұлай әр жұмысқа тоқтап өтсек, әр жұмыстың себеп болды. Жаңа сіз айтып өткен кісілермен араластық. Қойшығара Салғарұлы мынаны жанталас деп қойды атын. Өйткені мына жерде бүкіл өмірдің өзі жанталас қой. Қыраннан бастап, тасбақаға дейін бәрі жанталас өмірдегі. Сосын жаңағы менің ерекшелігім, менде көбінесе сол Нью-Йорктағы 80% жұмысым сол жерде, сол кісі философ екен. Ол дүние жүзін аралайды екен ағаштар. Сосын енді мен сұрадым, мен жұмыстарын неге қайта-қайта келіп аласыз? Москваға экология сондай несімен келгенмен келіп қайта алады. Сонда ол кісі айтқаны, мен айттым, мынау Индияда... Ол кісінің аты жөнін айтып өтсеңіз. Ол есімде жоқ, ол шетелдегі ғой. Қазір ол өзі біраз жасқа келген, Техасқа көшіп кетті, сол салонда бар ма жоқ па білмеймін, рас айтқан. Сол енді мен сұраймын ғой, неге енді маған да қызық қой, неге соны ол жақтан келіп, Таиландта бар, Африкада бар, ағашты ояды. Сол кісі айтты, ол пәленбай ғасыр бүйтіп атасынан, баласына, немересіне келіп қалыптасып қалған неді, бір қалыпта тұрған. Біздің жерден көшіп кеткен байырғы ата бабамыз мүмкін рухты сезіп қазақи. Жаңа бір ағамыз шетелге барып, Майяға дейін айтады ғой, біздің аталарымыздың іздері бар дегенде. Мүмкін солай да шығар. Ол кісінің айтқаны, мен мамандығым аниматор болғаны жан беру дейді. Біздің сол жанымыздан біз өзіміз бұл дүниеге келгенде сол аруақтарымыз бар, болашақтарымыз бар, бәрі немізге, арқамызға келіп, сондай осылай туынды туады деп ойлаймын. Қазір Астананы безендіреміз, басқа қалаларда безендіріп жатыр. Осындай ескерткіштерді қаланың ортасында, төрінде қойса, ұлттық пішін, ұлттық философияның бір нышандары шығар еді ғой. Өйткені біз мына Италияда боламыз, байырғы Римді көреміз. Колизей қазып алып жатыр. Осындай мүсіндер сол Италияны әлі рухтандырып отыр. Сол Италияны, Европаны әлі де мықты етіп отыр. Жылына 100 миллион халық соны көруге барады. Бізде де осы ұлы даланың тарихын, мұрасын осындай дүниемен жасауға, мысалға сіз өзіңіз талпыныс жасап көрдіңіз бе? Осыны мысалға жасанды интеллектке салып, көптеп шығару, жүздеп, мыңдап шығару мәселесін қолға алу ойда, жоспарда бар ма? Енді мынаның тарихы сондай ерекше, сол неге Нью-Йоркқа алып кетем деген бәрі қалтадағы ақшаны жаңа айтып кеттім ғой. Бергенде мен өзім бітпеген жұмыс етіп қалдырдым. Сол 97 жылы мынау президенттің маңайындағы істейтін адамдар шақырып алып, мына мүсінді біледі ғой енді, выставкадан, телевизордан. Соны айтты, біз қоямыз. Қазір мынау Дашин Намдаковтың бар ғой, томирис, сол жерге қоямыз деді. Сонда мен ол кезде келісім беруге болатын еді, бірақ айттым, мен авторлық құқымды қорғай ма, мен матынан бола ма? Жоқ, ондай не болған жоқ, келіспедім. Ортақ дүние. Иә. Сосын мынау экспо кезінде де сол жолы мынау домалақ несі бар ғой, сферан, соның ішіндегі бір домалақ, сол жерге 6 метр қоямыз деген. Оған да келіспедім, бірақ менің автор мен болу, сондай. Жоқ, ондай не болған жоқ. Алтай Теміртауға барық специалисттар 6 айдай зерттеді мынаны. Оны мен айттым, жасағаннан кейін мынау синтетический материалдан емес, таза мыстан дейсіз. Мыстан жасау керек. Ол жерде специалист 6 ай зерттеді, біз құя аламыз. 97 жылы Қытайда да мынаны мүмкін емес. Енді мен ойлаймын, Берік Жүнісбек бұл мүсінші, суретші, біздің көзқарас бағдарламасынан ең хабардың. Бір биліктегі, немесе қаржысы көп олигархтар осыған назар аударып, бір ескерткіш орнатар деп, өйткені мынау мен көргелі 30 жылдан асты осы қолыма ұстап. Әлі сынған жоқ, ағаш қой, Ағаш қой. Әлі сынған жоқ, талай адам қолына ұстады. Талай адамның энергиясы қалды.
сонда да сынбай тұр. Бұл өйткені бұда ұлттың рухы бар деп ойлаймын. Әйтпесе қалай сынып қалмайды. Байқап қояйықшы. Иә, жаңағы сіз айтқандай талай енді үйде қонақта болған күйшілер, өнер адамдар келгенде кем дегенде жарты сағаттай қайта қарайды. Оның әсері бар шығар деп ойлаймын. Енді талай жерді істеп жүргенде алып келіңізші деп. бәрі ұстады ғой. Иә, ұстады. Олардың қолдарының іздері бар шығар деп ойлаймын. Соны бәкімен кесіп жасадыңыз ба бұны? Жоқ, мынау ағаштар, мен пышақтың өзі, арнайы пышақты өзім келтіремін. Иә, өзім қайраймын, өзім келтіремін. Негізі мынау неше түрлі қазір технология дамып кетті ғой, бірақ қолмен істегенге жетпейді. Сонымен енді бүгінгі өнер табыс көзі ме, әлде рухтың қызметшісі ме? Енді былай қарасаңыз, Микеланджело болсын, бәлем миллиардер болған ғой сол заманы. Мысалға, оларға сурет салар бұрын бәленбай ақшасын табыс етіп қойған. Әлі де аңыз бар, Микеланджелоның анау Рим папасы неде ғой енді, Римде, Ватиканда, сол жерде өзінің тыққан ақшасы қоймасы бар дейді. Әлі күнге дейін ешкімге тигізбейді. Өйткені қасиетті дейді. Олардың енді ақшасы деген қазір кинолардан көрсетесіз, шашылып жатқан ғой алтындар болып. Тек олар өнерге қызмет еткен. Ал байлар ақшаны кеп үйіп төгіп бере берген. Сонымен өнер қазіргі заманда. Енді мен табысым білесіз ғой, мен 90 жылдан компьютерный графикамен айналысып келесің. 3 өлшемді графика бар. Өзім қазір енді 5-ке кетіп қалды ма қанша? Жасанды интеллект қазір 100-шіні бере береді ғой енді. Соны мынау киностудияға 13 жылға дейін жұмыс істедім. Ол жерде мен мамандығым мынау жаңа технология мамандығы, графикасы. Мен табысым олсыз да жетіп жатыр. Мынау жанымның жүрегімнен шыққан жұмыстар ғой. Мен оны сатпаймын. Мынау жұмыста мен неге дүние жүзіндегі интернет арқылы қарасам, мындай 5-7 сантиметр. Бұл неден жасалған? Мынау ағаш. Ағаш. Мынау ағаштың өзі кептіру технологиясы бар. Мынаны қазір дүние жүзінде бағалайтын болса, ең кем дегенде $37 мың екен. Бірақ мен бұны бір көліктің бағасы ғой енді қазіргі. Пайда табам деп ойым жоқ. Мысалы, мен көбісі сол ең бірінші выставкада Нью-Йоркта 80% дедім ғой. Ол қызғылып өйтіп алғаннан кейін. Бірақ бәр жұмыстарым осы елде қалса. Мысалы, басқа елде мынаның табиғатын түсіне ме, мынау керек па деп ойлаймын да, өз елімізде қалса. Берік мырза, енді біз журналистикада өзімізден кейін біраз шәкірт қалдырсақ дейміз. Біздің ұстанған бағытымен жүрсе, елге, ұлтқа, халыққа қызмет етсе дейміз. Сіз енді мүсін өнерінде шәкірттеріңіз бар ма? Жалпы өзіңіз секілді жасап жүрген, әлде бұны құпия ретінде әлі Микеланджелоның да шәкірттері болған, әлде өзіңізді былай әлі технологияңызды жасырып жүрсіз бе? Технология жасыратын ештеңе жоқ қой. Қазіргі мен үйретінетінім 3 өлшемді графика. Шәкірттерім шүкір бар, анимацияда жүр, кинода спецэффект жасап жүр. Олар ағаш материал деген оны білмеймін. Ол қасиет болу керек шығар, арқасы шығар. Біздің бабаларымыздан келеді. Арқасы болу керек дейсіз ғой? Иә, ол сіз мысалы мынау мәрмәр болса, мәрмәрді осындай нәрсе жасау болады. Мәрмәрмен ағаштың жаңағы сол кісілер айтқан кезіндегі, мынаны бағалаған айтқан. Мынаны артық бір қозғалыс болса, ол уже бұзылып кетеді. Бір дұрыс нетпесем. Мен оны қалай болатын білмеймін ол. Оны ол үшін ешқандай білім алып, арнайы оқу бермейді деп ойлаймын ол. Бұл космостан түсетін. Иә, мен бір сұрақ қойып едім, бір өзіміздің белгілі күйшіге. Мен өте қызғам, домбыраның үнін, домбыра 2 шекті ғой. Бүкіл оркестрге қосылады. Ол орындаған бір бөлек, оркестрмен 80 адамбен орындаған ол бір бөлек. Сол қайдан келеді? Ол да маған сұрақ қой. Мен де білмеймін мынау қайдан келеді. Сол сияқты ол құпия ғой ол адам. Қайдан келеді? Білмейміз. Ал үйренем келем десе, ол есік ашық дегендей осындай істеп жатқан. Жалпы елімізде мына өнер адамдарының қызметі қалай бағалана ма?
қалай бағаланып жатыр деп. Енді осы жағынан келгенде мен өзім зерттедім. Мен мынау Союз кинематографисті 94 жылдан бері Мүшесі. Иә, мүшесімін. Абылқайыр хан фильмінде болып, суретші болып. Сол 33 жасында кіргізіпті шақырып. Мынау суретші Союзда жоқпын. Хотя үш выставка жасаған. Соны айтайын дегенім, бұлай зерттеп қарасам, біздің білімді суретшілеріміз өте көп. Жастар өте жақсы. Өте көп. Өте көп. Сосын мынау дүние жүзінде енді шетелде талай жерде болдық қой. Оларда ол өнер деп, мамандық деп қалып қойды. Біздің суретшілеріміз өте көп Қазақстанда. Кетіп қалды ғой. Біздің көбінесе шетелге барып қайтып келген суретшілері көп. Өйткені ол жерде бағаламайды біздің. Шетелде ме? Иә, шетелде. Қазір біздің құрдастарымыз суретшілер өте керемет. Өйткені мынау табиғатпен байланысты ғой. Мынау кескіндеме болсын, мүсін болсын, ең кереметі мен өз көзқарасым ғой енді. Мынау Қазақстанның, сосын Қырғыздың кескіндемері. Өйткені ол жерде бояу бар. Ол табиғаттың бояу. Даланың қоңыр дейді ғой, қоңырдың бояу. Неше түрлі оттенктер бар. Ол сонымен ерекшеледі. Бізге енді шәкірттер келеді, ол соны суретіне қараймыз. Сол суретіне қарап, ой, ол жерде бір суреттің өзі оқуға түсіп жатқанның өзі дайын суреттер бар. Өйткені ол табиғатпен байланысты. Қанбен келеді дегенде. Жаңа ұлттық код деп отырсыз, ол бәрі қанбен келеді. Берік, мен мысалға 70-ші жылдары Совет одағындағы ең үлкен сыйлық Нобель сыйлығындай болған сыйлық Лениндік сыйлығы еді. Көрші Қырғызда Бішкекте тұрған Бішкек жаңағы азаттығын әкелген, Қырғыздың азаттығын әкелген деген монументалды сурет бар. Сол Лениндік сыйлықталған Тоқтоғұл Садықов деген фамилиясы ұқсас болған, мен есімді сақтап қалдым. Қырғыз мектебі сондай. Қазақтың мектебінде сондай мүсіншілердің бір үлкен мектебі бар ма? Хакимжан Наурызбаев деген неміз бар. Абайдың мүсінін жасаған. Алматыдағы Абай проспектісінде. Алматыдағы, иә. Мен ол кісі туралы документальный фильм жасадым. Ол кісімен талай сұхбатын алып сөйлестім. Ол кісілердің жаңағы айтқаны, енді ол кездегі Әуезов қой, сыннан өткізген. Әуезовтің идеясы дейді ғой. Иә. Мұхтар Әуезов. Иә. Ол мысалы оны беру үшін ол қанды ол керек қой, даланы қан. Анау Абайдың мүсіні сол қалып тұр ғой, баяғы жасаған. Ол мүсіннің кереметтігі, мен айтайын, студент кезімізде Республика сарайы бар ғой, сол жағынан Абайдың шапанына өрмелеп шығатынбыз, ортасына дейін жететінбіз. Мүсіншінің соны монументті керемет жасаған соншалық, балалар сөйтіп өрмелейді шапанына деп, соны талай фотоға да түстік. Сол өрмелегенде Абайдың беліне дейін жетесіз, ары қарай мүмкін емес. Енді милиция көріп қалсақ болады, бірақ түнде барып сол шапанға шығатынбыз, енді шын айту керек. Ол кісінің жұмыстары өте көп, ол ішкі дүниесін береді. Біз мысалы суретшіміз ғой, ол ішкі рухты береді. Иә, түрін келтіргенімен мүсіншілер бізде өте көп, кәрі жастарды. Мен көбінесе мынау неге барғанда көрем жастардың, шәкірттеріміз келеді, ол ішкі дүниесін береді. Мысалы ол бұлай фотоны дамып кетті ғой, фотография. Бұлай ұқсайды дегенімен өзі ажары бетіп жанып тұрады. Әр адамның незі бөлек қой. Ана жердегі Абайды айтайық, Жамбылды айтайық, Шоқанды айтайық. Сол Наурызбаевтың ең керемет жұмыстары сол тұр әлі күнге дейін. Әлі болашақта ұрпақтарымызға қалады. Ана атақты мен Лондон музейінде көрген, мына тас ұстаған бала бар, оригиналын. Әлгі Қайғалаға Микеланджелоның кім екенін ұмыттым. Сол бұлай тас ұстап мүсінін шығарып қойған кезде бүкіл қала тұрғындары шығып, жаулаушылардан қаланы азат етті дейді. Мүсін халыққа беретін сондай рухани үлкен күші. Біздің Күлтегіннің өзі де мысалы, Евразия университетінен Моңғол даласына алып келіп қойдық қой. Ол да біздің ғасырлық ішкі рух дүниемізді жаңағы көрсетіп отыр.
өзіне қандай ой толғаныс келеді сол кезде? Өзіңде мысалға кей кезде кинода рөлді ойнап жатасың, режиссер болып жатасың, енді оқушыларға сабақ беріп жатасың, ұстаздық. енді ол бәрі біз алдын ала осындай киноға түсем, осындай жасайым деген емес, ол өзі табиғат сөйтіп әкелетін шығар. Аманжол Айтуаровтың жаңа сіз айтып отқан Елімай киносы ғой. Сол жерде кейіпкері, жаңағы бас кейіпкері деп ойлаймын. Мен ол жерде 5 минут түссем де, ол мен нағашымды еске алып түстім. Өйткені мынау қазақтың өнеріне Совет үкіметі не берді дегенде, сол кездегі мынау 30-шы жылдарды аштықтан кейін соғыс болғанымен олар ұлттық ерекшелігімізді сақтаған. Сол кезде сонау жақта соғысқа барып қайтпаған, не үшін барып деп ойлап, кәріс сұрақ туады ғой, пәленбай уақыт өткен. Не үшін бар деймін? Сонда ар намыс қой. Көрдіңіз, ар намыс әншіде. Жаңа балаларым айтып отыр ма, өлім келіп тұрса да ар намысты қалдырмаған. Сол сөздің өзі режиссермен келіспей әншіде өзін кішкене түрткі болып өзгеріс келтірді. Ол сол фильм түскеннен кейін жаңағы бір ағамыз Бауыржан Момышұлы 10 жылдан асты сол сценарий жазып жатыр. Бауыржан Момышұлы енді біздің батырымыз ғой. Ол да соның біреудің соғысында жүр дейді ғой қазір. Көп небір блогерлер жатады. Бірақ ол оның мағынасы тереңде деп ойлаймын. Бауыржан Момышұлы образын әлде жазып, сол Бауыржан Момышұлының анау пәленбай ғасырдан келе жатқан образына ашу өте қиын. Өте қиын. Ал енді Берік Жүнісбек, суретші, мүсінші, өзінің өнер арқылы халыққа, бүгінгі жастарға не айтқысы келеді? Енді ол біз әлі қазіргі өнердегі жас деген пенсияға шықсам да, өнердегі басталуы деп ойлаймын мен. Ол біз білмейміз ғой, қанша өмір сүретіміз. Оны сынайтын, бағалайтын ол ұрпақтарымыз сынайды. Маған әсер еткені біз көбінесе Совет үкіметі кезінде білген жоқпыз ғой. Біздің аталарымыз кім екен, руымызды білеміз, бірақ ең үлкен бабаларымыз кім екен. Менің бабам сол Тайғарада Бабас деген би болған екен. 30 жылдан аса би болған Сарыарқада. Соны елдің аузында жүрген енді мінезі ғой. Әділ би болған екен. Бүкіл енді ол 1839 жылы би қылып неткен болыс, ол кезде болыс дейді ғой, Россия империя келгенде. Сонда мынау Кенесары көтерілісіне қатысқан ғой? Жоқ, қатыспаған, осы Сарыарқада би болып қалған. Сонда сол Кенесарыдан қалған ұрпақтар әрбір рудан келіп Сарыарқаға барамыз. Ол жерде әділ би бар екен, Бабас Тайғарин деген. Сол кісі келген екен. Сол біз әділдік іздейміз, қалай да болса. Берік, мен өзі журналистикаға 24-25 жасымда Қазақфильмдегі барып, жастармен пікірлесіп, сіздермен таныстым. Ғали Мырзашев, қазір өте мықты жігіттер, 30 шақты бір қоғам құрдық. Соның ортасында жалғыз журналистмен қалғанда бір кинодағы мультипликациядағы азаматтар еді, сол кезде сіздер жарқырап бір көтеріліп жүрдіңіздер, сосын жоғалып кеттіңіздер. Қазір кейінгі 4-5 жылда Тоқаев дәуірінде қайтадан келіп, өз аузында айтып отырсын, 60-тан ассам да қайтадан өнерімді көрсетіп жатырмын деп. Мен сол кездегі азаматтарды қазір қайтадан көре бастадым да, арада ұзақ уақыт жоқ болып кеткен. Бүгінгі және өзін айтып отырған әділеттілік, әділетті Қазақстан деп жатырмыз, қалай рух беріп жатыр бүгінгі кешегі 30-да мен танысқан, бүгін 60-тан асқан азаматтарға? Жаңа сіздің сөзіңізді жалғастырайын. Мен қазір байқағаным, енді шәкірттерім дедіңіз ғой. Былтырда неге бір университетке шақырды, айтпай қай жерге. Сол жерде шақырғанда жастардың қазір талабы, тырысып, ойлары өте терең екен. Мен таң қалғаным. Енді біздің жасымызға немерелер ғой енді, 19-18-де. Сонда енді шақырып осындай курс қабылдаймыз, режиссерлық, компьютерный графикамен дегенде 32 адам келді. 32 жастар. Сосын енді алдын ала экзамен алдында сөйлесеміз ғой.
вот содардың рухтары. Өйткені егемен пайда болған, одардың көз қарастары мүлдем бөлек, мүлдем таза. Мен соған таң қалдым. Оларға сабақ бере аласыз ба енді өнеге болып? Енді солар енді қазір сабақ бермесем де өздері іздеп келеді. Мен мынау театр Қуанышбаевта сол жерде жұмыс істеймін. Жаңа Жорж ханға қатыстық, Болат Ұзақовпен. Сол енді компьютерға байланысты бәрі нәрседе жасаймын. Жастар өзі іздеп келеді. Сіз осылай сізбен пікірлесіп, мынау жұмыстарыңызды көру керек. Осындай ойлары өте жақсы пікір. Сол ойлаймын, бізде біз бұрынғы қазіргі болашақпен өмір сүріп жатырмыз дейміз. Жаңа сіз айтқан біздің кезімізде. Жаңару деген, жаңадан келіп, өйткені жастарда ондай недер жаңа айтқан ойдар болмаса, тіл табыса алмаймыз. Сол үзілмесін деп ойлаймын да, енді жақсы сол. Рахмет. Қадірлі ағайын, міне ұрпақтар үндестігі, сабақтастығы, сыйластығы осылай ұлттың бірігуіне, ұйысуына және өркендеуіне жол ашпақ. Бүгін біздің әңгімеміз осы жөнінде болды. Өнер бұған себепкер. Берік Жүнісбек, белгілі мүсінші. Сіздің де суреттеріңіз енді әлемдік түрде, басқа қалаларда да үлкен осындай монументтерді көретін болайық. Келесі кездескенше, қадірлі ағайын.